Ассалаумағалейкум. Қош келдің. Мына жақтан келе салатын бол. Неше күн келдің? Қомаға келдің ба? 1-2 күн болып шамалы. Қашан қайтасың? Болмаса мен қайта берейін жақта. Шай іш, алдыр. Остановости. Шайдан іш, ұялма, өзіміз іше бір іш. Іш, өзімді ғой бауырым. Жақтыртпасыңдар, мен кете берейін. Жоқ, жындыма не дегенің ол? Жындыма іш шайды. Алдыр. Жоқ, мен кете берейін жақтыртпасың. Таказа іш. Қонақ қол Қызылордадан келіпті ғой. Естен қайық. Айқайламашы, айқайла. Ажырасам бітті. Даусын көтерме маған дейме. Не қылса мен қайтайын үйіме. Сөйтейін мен. Мысқылақты жүргенмін. Әрді сөзін дайын тұр. Сенің жынды класстастарың. Апа айтсаң, гүл алып кел, және ақ рубаш киіп кел деді ғой. Ол екеуіне екі жұмыс қылмайын деп бірден гүл бар рубаш киіп келді. Ертең 25 май кітаптарды өткізіңдер ма? Ой, ағай, кітап өткізу үшін бірінші кітап алу керек та. Бір үйден сұрап аласың. Әйгерім. Потому что ағай бізде... Медет, орысша қоспайды. Бұл қазақ тілі. Ой, ағай, бұл әңгімеңіз ана жоғарыда отырған ағаларға айтсаңызшы. Понятно. Ертең бітіресің аға, буфеттегі қарыздарың бәрін төлеп кеттіңдер. Ой, ағай, кеше тілек айтқанда мектепке жиі келіп тұрамыз деп, сол үшін айттық қой ағай. Апай бүгін 24 май ертең бітіреміз, бәріміз жан-жаққа кетіп, нағып жылауыз, түсіндіңіз? Жынды класстасыңды қимай ма? Біз 10-шы классқа қалдырып тастады ғой, тағы 1 жыл түсіреміз әлі жынды класстастар. Телефон шашатын родной. Родной, телефон алдың ғой? iPhone 12 Pro Max ба? Қақтан біліп қойдың? Айналасы, шашасың ғой телефон доста. Брат, просто iPhone-ның камерасы жақсы демесең бар ғой. Samsung па, Xiaomi ма алсай? Байтя Samsung істейді. 3-4 күнге істейді заряд. Родной Samsung бар ғой. Соны новыйдан аласың ғой. Коробкасын ашасың, бағасы 2 есе құлайды ғой. Құлай ма? Ал iPhone-дікі өзінің бағасын ұстап тұрады. Бір жақсы жері ше. Сата бересің. Досым, сен iPhone ұстайсың ғой да? Ховерман тастамайды жарсың да? Родной, мен братан бар ғой, Америкадан iPhone 12 Pro Max сатып 200 мың алып келіп жатыр. Қомаш жер, родной. Еркекші Америкада арзан тұрады, бізде ғой қымбаттатып сата берді. Америкадан келем дегенше сондай қымбаттап кетеді бізде. Біз не деген iPhone запчастары береді ғой. Соның барлығын алдым да Samsungке құрап iPhone қойып аласың ғой, прикинь. Қомаш? Ішіндегі платасын ауыстырдым. И батарейкасын iPhone-ге сатып iPhone Samsungқа құрап алдым. Брат, жындысың. Қонақ күткендегі келіндердің түрлері. Айгүл, 2 сарыға шала шықшы. Ой, жаңа ғана бердім ғой. Ал, тойларыңыз құтты болсын енді. Рахмет. Қайрат, Айгерім, 10 мың. Так, ыдыстар жуылды, вроде бәрі бітті, я? Ойбай, мен ата-енемді ұмытып кетіппін ғой. Қой, мен үйге қайтып тамақтарын берейін. Давай. Тарелка берші, салатты салайын. Ой, ана еттің де нанын елемегенсіңдер ма? Берші әкел. Жеңге, ана қонақтарға орындық жетпей жатыр. Туыс, мен болмасам қонақ күтілмей қалатын сияқты. Маникюрін қайда жасатқансың? Необычный. Мә, Майра жеңге арықтап күшті болып кетіпсіз ғой. Осы сен жарасатын көйлектерді қайдан алып аласың, жадыра? Қыздарынан столдың бер жағынан алып келдім, келіңдер отырып жеп алайық. Жансая, сорпа қайда? Қалайсыңдар? Ой, жұмыстан әрең сұрап шықтым. Қонақтар столға отыр қойды ма? Нүккандай? Көрдің ба WhatsApp-тан свежий яғни приколдар жеп қойдым осаған. Құрдастардан ең жақыны өзің болғаннан кейін саған бірінші жеп қойдым, родной. Рахмет, мөнти. Көріп атырым. Ана бұрында есіңде ма, сен туалетке жүгіріп үлгере алмай бұтыңа түсіп қойып, сол кезде анау WhatsApp дейтін болған жоқ қой, ойлыкс деген группаға жіберіп қойып, жататын қайтпесе. Ол кезде жас болдық қой, білесің ғой? Жоқ, қумаш, мөнти, қандай бала 11 оқимыз ғой сол кезде біз. Сен шал. Баяда, есіңден ба? Баяда мен сенің 500 теңгеңді орнап кетедім ғой, фондқа беретін. Негізі мен орнап кеткен. Сол кезде сен, ойбай, соны жылап 500 теңгеңді таппай, мамам өлтіретін болды деп, сол кезде екінші яшын сегіріп кетеді қорыққаннан. Сол кезде аяғың сындырып одан да мөнти, сен ба не ұрлаған, ауылға келе айран месен мөнти. Достар, жүрсің қайда, біргені ғой жанымыз. Ауылдағы ләңгі көке. Көке қалайсыз? Қалай? Бала-шаға, Малжан, Маржан, Балжан қалай? Көке, араңызды көре тұршы. Амашсың он? Талды аралау көреді өйдегі.
Дұрыс, сол талдарыңды аралап тұрсаңдар, әйтпесе орман болып барады ғой сендердің үй жақтарың. Орман демекші, менде бір қырынып алуым керек еді. Мынау негізі ит деген өте сезгіш жануар ғой. Мен үйге түнделетіп келсем, жаңағы ит қаңсылап, өріп кетеді, мені танып қояды да. Бірақ жаңа ішіп келетін болсам, жаңағы ит ырылдап, өріп кетеді, мені танымай қалады. Соңындары көп ырылдап кетті. Қою керек еді, иттен обал болды. Қазіргілер қалаулым дейді, жалаулым дейді. Қыз жігіт іздеп барады. Өзіңіз қалай таныстыңыз жеңшеммен? Біздің кезімізде «Давай поженимся» деген русский передача болатын. Біздікі Юлия Натальялар еді ғой. Мен ауаттан дәмін татпасам тағаттанбадым.